Бұл халықтың аманатын арқалаған Айымсұлу Ибраим қызы. Оның өмірлік ұстанымы шындықпен өмір сүріп, адал еңбектің нанын тату. Өмірдің өзі сыйлаған осы жолда еліне қалтқысыз қызмет етіп, жаңалықтың жаршысы болғанына дән риза. Мен өзім осы саланы халыққа қызмет істеуді жақсы көріп, 89-90 жылдар осы жұмысқа орналастым. Өзіме осы жұмысым ұнайды. Өзім осы жұмысты жақсы көріп, халықты қуантқанды жақсы көріп, осы газет таратқым келіп тұрады. Ол өзімнің не қасиетім бар екен білмеймін. Үйде емес, жұмысымды жақсы көріп тұрамын. Өзімнің қасиетім сондай. Ана бұрынғы кезде менде көп адамдарым күтіп отырады далада. Солар күтіп отырып, маған қарап отырған сияқты бір күн бармай қалсам, сол адамдар мені күтіп отырған сияқты мен соларға газетті қатты апарып беруге, қатты асығып, сондай бір толқып тұрам. Сол уақытқа дейін болшым 30 жылдың қалай өтіп кеткенін білмеймін ғой. Жұмысым деп. Осы Қазпоштадан өсіп отырмын. Жақсы жұмысым, адал істеймін жұмысымды. Айлығы несі регулярно беріп тұрады. Ол кішкентай, азғантай айлық болса да, жұмысымды жақсылап уақытысымен жасағасын өзіме ұнайды. Енді жастарға айтатыным, еңбектен қашпау керек. Жүкіріп, таза ауада газетті таратып тастасаң, сол кезде рахаттанып, тамағыңды ішіп, семьяңды рахаттанып отырасың. Балдарым өсті, қазір жақсымын, Аллаға шүкір. Қызығы көп қой бұл жұмыстың. Иттер бар, иттерден қашамыз кейде. Неше түрлі адамдар болады. Сол адамдардың мінезіне қараймыз. Әрқалай әртүрлі адамдар бар, неше түрлі адамдар бар. Мысалға бір айға шығатын газетті олар түсінбейді. Неге маған уақытысымен әкелмейсің дейді ғой, мысалы бір айға шығатын газетті. Біз соны түсіндіріп, жаймен түсінеді халық. Халықпен өзім жақсылап түсіндіріп айтсаңыз, халық жақсы түсінеді. Әр салада ол адамның өзіне байланысты. Біздің Айымсұлу Ибраим қызы қазір 32 жылдың үстінде қызмет көрсетіп келеді. Мен бір жаңағы оқиғаны айтып өтейін, бір мысал ретінде. Осы қызымыз жақында балдары жат жақта қызметте жүр, соған байланысты қоныс-ауылдар көшіп кеткен болады. Бір күні менің неме өзі хабарласып, WhatsApp желісі арқылы. Мен поштасыз өзімді сезіне алмайды екенмін деп, маған егер қайтадан жұмысқа қабылданатын болса, қайтып келуге ниеті бар екендігін білдірді. Мінекей біздің адамдарымыздың соншама біте қайнасып осы салаға беріліп кеткендігінің белгісі деп ойлаймын. Қазір апамызға 32-33 жылдай болып келді. Апамыздан алатын тәрбиеміз, инабаттылығымыз, сыпайылығымыз, апайымыздан көрген тәрбиелігімізді ерекше бір орын қойып айта аламыз. Апайымыздан өте мақтап. Себебі барлық халықтың көңілінен шығуға, газеттің таралуының, халықтың уақытына жеткізуін, газетте жеткізуіне өте қатты шын ниетіменен, шын жүрегіменен жастарға толық тәрбие бере алатын апайымыз деп айта аламын. Өзім жұмысымнан қиындық көрген жоқпын. Өйткені өзім мамандығымды жақсы көріп тұрғасын. Маған адамның қуанғаны ұнайды. Есікті ашып, газет бергенде қуанғаны маған ұнайды. Бір келдім, содан осы жұмыста қалдым ғой, еш жерде жұмысқа тұрған жоқпын. Шындықты жақсы көріп. Өмірде тек ұстаным шындық болса екен деймін. Мамандықтың риясыз қызығымен бірдей шұжығын көрсе де, бұл жолдан еш айнымайтыны сөзсіз. Себебі шынайы еңбекке берілген жанның мақсаты осы ғана. Маржан Умар, Арман Нұралиев, Дәулет Теңізбаев, арнайы Опен Қазалы үшін.